Бастауыш сынып ұстаздарына квал-тестке дайындық сұрақтарын ұсынамыз. Сұрақтар пән мұғалімдерінің жинақтауымен құрастырылған. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Қажет десеңіз, өз әріптестеріңізбен бөлісіңіз. Бірінші сұрақ. Сипаттау мәтініне қойылатын сұрақ. Қандай? Екінші. Мәтіннің тақырыбы дегеніміз не? Мәтіндегі негізгі ойды, немесе тақырыпты қысқаша атау, мәтіндегі оқиға мен ойдың түйіні. 3. Күшейткіш буын арқылы жасалған сөздер. Тып-тыныш, үп-үлкен. 4. Берілген жиындағы артық элемент. Сілеусін, арыстан, жолбарыс, өрнек, қабылан. Жауап өрнек. 5. Ең үлкен ғаламшар. Юпитер. 6. Жыл басы ертегісіндегі кейіпкердің сөзі. Мен болмасам, қазақ үйін немен жабар еді? Жауап қой. 7. Жіктеу есімдігінің септігі. Маған бар шындықты жасырмай айтшы. Жауап барыс. 8. Шегіртке мен құмырсқа мысалындағы құмырсқаға қатысты сөздер. Жауап еңбексүйгіш, шаруашыл. 9. Жарқырайтын құйрығы бар ғарыш денесі. Комета. 10. Жапырақтары жалпақ болып өсетін өсімдік. Ылғалсүйгіш өсімдік. 11. Қорқу мағынасындағы тұрақты сөз тіркесі. Екі көзі 4 болды, төбе шашы тік тұрды, жаны зәр түбіне жетті. 12. Табиғат құбылыстарын тірі адам кейпінде немесе жансыз, жанды түрде суреттеу тәсілі. Жауап кейіптеу. 13. Сөйлемдегі сөздер байланысу үшін қажетті қосымшалар қатары. Сәуле, іні, ауыр, қал. Жауап ның, с, ып, д. 14. Халқыңа адал бол. Жауыңа қатал бол. Досыңа адал бол деп айтқан. Жауап Төле би. 15. Қатардағы артық сөз. Мен, өзі, саған, бәрекелді, ешкім, барлығы. Жауап бәрекелді. 16. Жусанды бойтұмарының ішіне салып алады. Елін сағынған сайын жусанды ескеп мауқын басады. Жауап бейбарыс. 17. Мәтін кейіпкері. Мектепке арналған әліппе, оқулықтар мен оқу құралдарын жазды. Баспасөзге мақалалар жазып, өлең шығарды, аударма жасады. Крыловтың туындыларын аударып, 40 мысал деген атпен кітап шығарды. Жауап Ахмет Байтұрсынов. 18. Бақыт құсын іздеген кейіпкер. Жауап Әмзе. 19. Тасбақаның көбею жолы. Жұмыртқа салады. 20. Ел танудың басы. Жеті атаңды білу. 21. Үрмебұршаққа ұқсап жұп мүше. Жауап бүйрек. 22. Сөйлемдегі сын есімді тап. Бұл кезде күрделі дабыл қағылды. Жауап күрделі. 23. Шығармада кейіпкердің сыртқы түрін, кескін келбетін суреттелуі. Жауап портрет. 24. Өлеңде кездескен тұрақты сөз тіркесі. Күзетем деп қақпаны жаны бір жай таппады. Келе жатыр доп қуып, шабуылшы оң жақтағы. Жауап жаны жай таппады. 25. Екінші ұстаз. Әл-Фараби. 26. Іші қуыс, бұлшық етті мүше. Жауап қуық. 27. Ауладағы сенбілікке 420 адам шықты. Олардың 3-тен 10-ы ер адам, 6-дан 10-ы әйел адам, қалғандары балалар. Неше бала сенбілікке қатысты? Жауап 42. 28. Ауыспалы мағынада қолданылған сөз тіркесі. Жауап ашық мінез. 29. Сын қимыл істеуі. Етпетінен әрең. 30. Бала мына жоғалтқан әйелдікі екен. Өйткені баланың амандығын тілеп тұр. Баласын өзіне бер деп билік айтыпты. Жауап Қазыбек би. 31. Сескенбеу сөзіне мағыналас болатын сөз. Жауап қаймықпау. 32. Өз қорегін өзі өндіретін тірі ағза. Жауап өсімдік. 33. Бұл мәтінде оқиға құбылыстың себебі түсіндіріледі, дәлелденеді. Жауап пайымдау. 34. Омыртқасыз жануар. Жауап ұлу. 35. Адамдағы ең күшті бұлшық ет. Шайнау бұлшық еті. 36. Туынды сын есім. Ақшыл. 37.
90 градустан кем бұрыш. Жауап сүйір бұрыш. 38. Еліміздегі ұлттық саябақтар құрамына жатпайды. Жауап барса келмес. 39. Төбе шашы тік тұрды. Тұрақты сөз тіркесінің мағынасы. Жауап қорқу. 40. Тік төртбұрыштың периметрі 246 см, ал ені 30 см болса, ұзындығы тең, екі жағы тұйықталған сызық. 40. Тік төртбұрыштың периметрі 246 см, ал ені 30 см болса, ұзындығы тең, жауап 93 см. Екі жағы тұйықталған сызық, жауап кесінді. Сандар тізбегінің жалғасы 212, 179, 146, 113. Жауап 80. 41. 145.326 санының разрядтық қосылғыштары. 100.000, 4. 41. 145.326 санының разрядтық қосылғыштары. Жауап 100.000, 40.000, 5.000, 300, 20 және 6. 42. 111 саны көбейтілген 5 тең. Көбейту, қосу, көбейту, қосу. Бос орындарды толтыр. Жауап 100 көбейтілген 5, қосылған 10 көбейтілген 5, қосылған 1 көбейтілген 5 тең болады 555. 43. Жазық пішінді геометриялық фигуралар қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы. Жауап периметр. 44. Кему ретімен берілген қатар. 3 ай 23 сағат, 8 тәулік 3 сағат, 9 сағат 54 минут, 544 40 минут. 45. Центр деп аталатын нүктеден бірдей қашықтықта жатқан нүктелердің жиынтығы тұйықталған сызық. Шеңбер. 46 сұрақ. 10, 800, 20, 730, 640, 550. Қосарланған сандар тізбегінің жалғасы. Жауап 400 және 60. 47. Шаршының қасиеті. Барлық қабырғалары тең. 48. Тіктөртбұрыштың қасиеті. Барлық қабырғалары өзара тең. Қос теңсіздіктің шешімдер жиыны. 3 үлкен К үлкен 6 тікжақша. Жауап 4,5. 50 сұрақ. Математикадағы пікір түрлері. Жалған, ақиқат, аксиома. 51. 55 көбейтілген 100 қосылған 896 көбейтілген 19 минус 452 өрнегінің мәні. Жауап 22.072. 7. Тік бұрышты параллелепипедтің көлемі 720 см куб. Биіктігін тап. 18 см. 58. 4 футболка мен 2 шалбар бар. Осы киімдерден ұл балаға неше киім жинағын жасауға болады? Жауап 8. 59. 9 сағат 20 минут алынған 6 сағат 40 минут. Тең 2 сағат 40 минут. 60. Кофенің бағасы 450 теңге. 3 кекстің құны кофенің бағасымен бірдей. 5 кекстің құны қанша? Жауап 450. 61. Тік төртбұрыш пішінді жер телімінің ұзындығы 48 метр, ал ауданы 12. Жер телімінің периметрі 146. 62. S тең 80 болғанда қай өрнек дұрыс болатынын есепте. 220 қосылған S көбейтілген 5 тең 620. 63. Бунақ денелілер. Жауап шыбын, көбелек, ара, инелік. 64. Тұңғыш ғарышкер Юрий Гагарин. 65. Мәтінге сәйкес келетін мақал. Өнер көпке жеткізеді, көкке де жеткізеді. 66. Жіктік жалғаулы етістіктер. Білесің, оқыңыз. 67. Тәуелсіздік үшін күрескен хан Кенесары. 68. 300-дің басын қосқан хан Абылай. 69. Адамның зәр шығару мүшелері. Несебағар, бүйрек, қуық. 70. Титтей сөзінің антонимі. Үлкен. 71. Күләштің әкесінің замандасы. Балуан Шолақ. 72. Жайылма сөйлемдер. Жазира әдемі биледі. Ерасыл үлкен қора жасады. 73. Өлең жолдарының жалғасы. Қолынан мұндай баланың іс келеді. Іс десе, шынығып өсіп толады, үлкен жігіт болады. Жауап апаның тілін алса егер. 74.
Күләш Байсейітованың сомдаған рөлі. Қыз жібек. 75. Домбырасының құлағын өз бұрауына түсіріп алды да бір күйді тарта жөнелді. Сөйлемде барыс септіктегі зат есім. Бұрауына. 76. Қалып қойған тыныс белгі. Балапан шығарған құсты атпайды. Жауап нүкте. 77. Жалқы есім. Мүсілім. 78. Ол философ, математик, музыкант. Ол сөйлеткен ғылымның көп саласы. Екінші ұстаз тарих берген бағасы. Өлең кейіпкері Әл-Фараби. 79. Күләш Байсейітованың ағалары Айтбек, Манарбек. 80. Бірде әлгі байлаулы арқан үзіліп, шелек терең құдық түбіне қалып қойды. Атайдың одан басқа шелегі жоқ еді. Су тартып ішуге ыдыс табылмады. Келесі күні таңертең Атайдың үйіне бір арбалы шаруа келді. Арбадағы сабанның астындағы шелегі көрініп жатыр екен. Жолаушы құдыққа көз жіберіп, ата мен немересіне бір қарады да, атына қамшы басып әрі қарай жүріп кетті. Бұл не қылған адам деп сұрады немересі атынан. Бұл адам емес, деді атасы. Шығарманың аты? Жауап: нағыз адам. 81. Орманда, бақта тіршілік ететін дауысы әдемі кішкентай әнші құс. Бұлбұл. 82. Туынды етістіктер. Қабылдады, тазалады, қашықтады, арқалады. 83. Бауырмен жорғалаушыларды табыңыз. Тасбақа, кесіртке, жылан. 84. Шебер шешім, көркемсөздер мен халық арасында шешен атанған Қазыбек би жыл сайын қасына жора жолдастарын ертіп алып, даналық, тапқырлық сөзімен мәлім әнет баба ата сәлем беріп, кәрі құлақты қариядан тағылым алып қайтады екен. Мәтіннің тақырыбы айтқан ақылы. Жауап: әнет баба өсиеті, әкім. 85. Жалғауы қате жазылған сөздер қатары. Жауап: мұғалімдар, достарын, баладар. 86. Тыныс алуға көмектеседі. Көгет. 87. 300-дің басын қосқан хан. Абылай хан. 88. Жырды өзі шығарып өзі айтушы адам. Жырау. 89. Даламыздың даңқысың. Балауса гүл балғын қыз. Жанын қиып халық үшін, жанып түскен ақ жұлдыз. Мәңгі жасап жерденді, биік бол деп таулардан. Жауап: сенің балғын бейнеңді жасап қойдық мәрмәрдан. 90. Ата-ана мен ақсақалдардың, ел ағаларының кейінгілерге білдіретін тілегі. Жауап: бата. 91. Дүние жүзіндегі ең үлкен шөлдер. Атакама және Сахара. 92. Қос мекенді. Саламандра. 93. Көбелек гүлдің шіренесімен қоректенсе, гүл көбелектің көмегімен тозаңданады. Осындай қарым-қатынастарды не деп айтаймыз? Жауап: симбиоз. 94. Күй құдіреті сипатындағы кейіпкер. Құрманғазы. 95. Абылай ханның тұсында өмір сүрген жырау кім? Бұқар жырау. 96. Көңіл күйдің өзгеруі. Ол өзі жасап алған домбырасымен күй тартса, жұрттың бәрі күліп мәз-майрам болады. Енді бір күйін тартқанда әлгілер қамытып, жылай бастайды, және бір күй тартқанда бәрі маужырап ұйықтап қалыпты. Жауап: күйдің құдіреті. 97. Жамбыл облысы Шу өңірінде туылған би. Не қымбат, не қиын деп айтқан би кім? Жауап: Қазыбек би. 98. Жеті жарғыны кім шығарған? Тәуке хан. 99. Күйшінің саусақтарына қарап қалған қыз енді оның жүзіне қарады. Қонақ еңселі, ер тұлғалы, жүзі келісті келбетті кісі екен. Жауап: Құрманғазы. 100-ші сұрақ. Жаман дос көлеңке, басыңды күн шалса қашып құтыла алмайсың. Басыңды бұлт алса іздеп таба алмайсың. Абайдың нешінші қара сөзінен алынған? 37. 101. Көбелектің даму сатысы неше сатыдан тұрады? 4. 102. Бақыт құсын іздеген кейіпкер. Қазанғап. 103. Қарлығаш әулие атанған би. Төле би. 104. Қай бидің кесенесі Ташкенттен 75 шақырым жердегі Қауыншы және Шыназ ауылдарының маңында орналасқан? Жауап: Айтеке би. 105. Шығарма атауы. Шаңырағыма бір бейкүнә қарлығаш ұя салып еді. Ол жер бетін топан су басқанда Нұх пайғамбардың кемесін сақтап қалған. Адам баласын жылан шақпақ болғанда қызғыштай қорыған құс еді. Осындай киелі құстың ұясын бұзып, балапанын жылатып кете алмадым. Жауап: Қарлығаш әулие. 106. Төменгі сатыдағы өсімдіктерде не болмайды? Мүшелері болмайды. 107. Әдебиеттегі көркемдегіш құрал, заттар мен құбылыстарды сипаттайтын бейнелі сөз. Эпитет. 108.
жусанның қойнына салып жүретін кім? Жауап: бейбарыс сұлтан. 109. Қымыздың ең мықты түрі: бесті қымыз. 110. Дарабоз деп кімді атаған? Қабанбай. 111. Тәуке хан өмір сүрген ғасырды қандай ғасыр деп атаған? Алтын ғасыр. 112. Маған онымен талай кездесуге тура келеді. Сөйлемнің түрі: жауап: хабарлы сөйлем. 113. Қауызда ұйықтайтын адам. Адам, балық. 114. Марқаю сөзінің синонимі: көңілі толу. 115. Күләш Байсейітованың шын аты кім? Гүлбахрам. 116. Сөздің дұрыс жазылуын зерттейтін ғылым: орфография. 117. Ресей хандығына қарсы шыққан хан кім? Кенесары. 118. Тірек қимыл жүйесінің қызметін атқарады: бұлшықет пен қаңқа. 119. Жайықтан Балқашқа дейінгі жерді біріктірген хан: Қасым хан. 120. Жер тобы ғаламшарына жатады: Меркурий. 121. Қазақтың кескіндеме бейнелеу өнерінің негізін қалаған кім? Әбілхан Қастеев. 122. Шеңбермен шектелген жазықтың бөлігі. Жауап: дөңгелек. 123. Қазақ хандығын құрған кімдер? Керей мен Жәнібек. 124. Өткір тырнақтары болмайтын жануарлар тобы атауы. Жауап: өсімдік қоректілер. 125. Даму кезеңі 3 сатыдан тұратын бунақденелі: шегіртке. 126. Көбелек пен гүлдің арасындағы қарым-қатынас: симбиоз. 127. Сыртқы ортадан келгенде жауап беретін жүйе қалай аталады? Жүйке жүйесі. 128. Зәр шығару мүшелері арқылы сыртқа шығарылады: су мен тұз. 129. Үрме бұршаққа ұқсас жұп мүше: бүйрек. 130. Бүйректің атқаратын қызметі: зәр шығару. 131. Сыртқы ортадан келген ақпаратты өңдеп, іс-әрекеттердің орындалуын басқаратын мүше: жауап: ми. 132. Гүлдің құрылысына қатысты мүше: тостағанша, жапырақша. 133. Жаңа өсімдік пайда болатын өсімдік бөлігі: тұқым. 134. Қызыл кітапқа енген ағаштар: үйеңкі, терек, қандағаш. 135. Жырды жаттап алып айтушы таратушыны не деп атаймыз? Жырау. 136. Абылай ханның тұсында өмір сүрген жырау кім? Бұхар. 137. Көбелектің даму сатысы неше сатыдан тұрады? 4. 138. Адыра қалған сөз тіркесінің мағынасы: құрыған. 139. Жылдам айналатын планета: Меркурий. 140. Төменгі сатыдағы өсімдіктерді не болмайды? Мүшелері. 141. Бауырмен жорғалаушыларды табыңыз: тасбақа, кесіртке. 142. Майда қиыршық тастары бар планета: Сатурн. 143. 40 мысал кітабының авторы: Ахмет Байтұрсынов. 144. Ұяң дауыссыз дыбыстан басталған сөздер: барабан. 145. Жердің үстіндегі қабаты не деп аталады? Топырақ. 146. Ең құнарлы топырақ қалай аталады? Қара топырақ. 147. Жер бетінің біркелкі тегіс болып келетін тұсы қалай аталады? Жазық. 148. Электр зарядының неше түрі болады? 2. 149. Жер бетіндегі жан-жағынан су қоршап жатқан құрлықтар не деп аталады? Материк. 150. Тау жыныстарын не деп атаймыз? Минерал. 151. Өсімдіктер неше сатыға бөлінеді? 2. 152. Төменгі сатыдағы өсімдіктерге не жатады? Балдырлар. 153. Қандай сатыдағы өсімдіктердің мүшелері толық жетіледі? Жоғары сатыдағы. 154. Қарағай, арша, терек, итмұрын қандай сатыдағы өсімдіктерге жатады? Жоғары сатыдағы. 155. Балдырдың денесі неден тұрады? Жауап: қатпаршақ. 156. Қоңыр балдырды не деп атайды? Ламинария, теңіз орамжапырағы. 157. Өсімдіктің тіршілігі неден басталады? Тұқымның өнуінен. 158. Сабақтың бойында қылтиып бір-екі жапырақ шығады. Сосын кішкентай өсімдікті не деп атаймыз? Өскін. 159. Өсімдіктің көпшілігі тұқымнан өсіп қайта не түзейді? Тұқым. 160. Өсімдіктің көпшілігі тұқымнан өсіп қайта тұқым түзейді. Қайталанып отыратын бұл үдеріс өсімдіктің несі деп аталады? Тіршілік циклы. 161. Көктем мен күзде қалалар мен ауылдарда қандай шаралар ұйымдастырылады? Көгалдандыру. 162. Майда қиыршық тастары бар планета: Сатурн. 163. 40 мысал кітабының авторы: Ахмет Байтұрсынов. 164. Ұяң дауыссыз дыбыстан басталатын сөздер: барабан. 165. Жердің үстіңгі қабаты не деп аталады? Топырақ. 166. Ең құнарлы топырақ қалай аталады? Қара топырақ. 167. Жер бетіндегі біркелкі тегіс болып келетін тұсы қалай аталады? Жазық. 168. Электр зарядының неше түрі болады? 2.
169. Жер бетіндегі жан-жағынан су қоршап жатқан құрлықтар не деп аталады? Материк. 170. Тау жыныстарын не деп атаймыз? Минерал. 171. Өсімдіктер неше сатыға бөлінеді? 2. 172. Төменгі сатыдағы өсімдіктерге не жатады? Балдырлар. 173. Қандай сатыдағы өсімдіктердің мүшелері толық жіктеледі? Жоғары сатыдағы. 174. Қарағай, арша, терек, итмұрын қандай сатыдағы өсімдіктерге жатады? Жоғары сатыдағы. 175. Балдырдың денесі неден тұрады? Қатпаршақ. 176. Қоңыр балдырды не деп атайды? Ламинария, теңіз орамжапырағы. 177. Өсімдіктің тіршілігі неден басталады? Тұқымның өнуінен. 178. Сабақтың бойында қылтиып бір-екі жапырақ шығады. Сосын кішкентай өсімдік не деп атаймыз? Өскін. 179. Өсімдіктің көпшілігі тұқымнан өсіп, қайта не түзейді? Жауап: тұқым. 180. Өсімдіктің көпшілігі тұқымнан өсіп, қайта тұқым түзейді. Қайталанып отыратын бұл үдеріс өсімдіктің несі деп аталады? Тіршілік циклы. 181. Көктем мен күзде қалалар мен ауылдарда қандай шаралар ұйымдастырылады? Көгалдандыру. 182. Ақ жарық қандай түстерден тұрады? Қызыл, қызғылт сары, сары, жасыл, көк, күлгін. 183. Ең жақсы жылу оқшаулағыш. Жауап: темір. 184. Дене көлеңкесін үлкейту үшін жарық көзінен денеге дейінгі арақашықтықты ұлғайту керек. 185. Ауа температурасының ыстық, жауын-шашыны аз жерде өсетін өсімдіктерді қандай өсімдіктер деп атаймыз? Құрғақшылыққа төзімді. 186. Қандай өсімдіктердің жапырақтары жалпақ болады? Ылғал сүйгіш. 187. Қандай өсімдіктердің тамырлары ұзын, жапырақтары жіңішке болады? Құрғақшылыққа төзімді. 188. Тасбақа, кесіртке, жылан бауырын жерге тигізіп қозғалады. Мұндай қозғалысты не деп атаймыз? Бауырмен жорғалаушылар. 189. Қандай жануарлардың терісі үнемі ылғалды қажет етеді? Қосмекенділер. 190. Қандай бауырмен жорғалаушыларда мойын болмайды? Жылан. 191. Бунақденелердің денесі қанша бунақтан тұрады? 3. 192. Жануарлар қанша топқа бөлінеді? 6. 193. Жыл мезгілдері алмасқан кезде ненің түсі өзгереді? Қоршаған ортаның. 194. Бұл жануарлардың 3 жұп аяғы бар. Секіреді, жүгіреді, жорғалайды, ұша алады. Олар бунақденелілер. 195. Бақа қандай жануарға жатады? Қосмекендіге. 196. Адам денесін ұстап тұратын сүйектердің жиынтығы қалай аталады? Қаңқа. 197. Денені не қозғалысқа келтіреді? Бұлшық ет. 198. Адам ағзасындағы ең күшті бұлшық ет қалай аталады? Шайнау бұлшық еті. 199. Бұлшық еттер қалай жұмыс істейді? Жұп болып. 200. Ауа нені нашар өткізеді? Жылуды. 201. Қай өңірдің жануарларының әр қылшығының ортасында қуыс түтікше болады? Солтүстік. 202. Су дегеніміз не? Сұйық, қатты және газ түрінде күйде болатын зат. 203. Табиғат ресурстарына жатады. Топырақ, су, ауа. 204. Ғаламшарымызда ең жақын орналасқан сарғыш жұлдыз қалай аталады? Күн. 205. Күн жүйесінің құрамына қанша ғаламшар кіреді? 8. 206. Күн жүйесінің ғаламшарлары нешеге бөлінеді? 2. 207. Ең тез қозғалатын ғаламшар? Меркурий. 208. Жер бетіндегі ең тез жүретін аң? Қабылан. 209. Жануарлар әлеміндегі күштілердің бірі саналатын жәндік? Құмырсқа. 210. Таразының көмегімен өлшеуге болады? Массаны. 212. Жер астынан атқылап шығатын балқылған тау жыныстары қалай аталады? Жанартау. 213. Өзінің немесе тыңдаушыға қаратып айтылған бір ғана адамның сөйлеуі қалай аталады? Монолог. 214. Қазыбек қазып айтады деп кім құрметтеген? Халық. 215. Бұхара мен Самарқан медреселерінде араб, парсы тілдерін үйренген би кім? Әйтеке. 216. 16 жасынан биші қыз атанған кім? Шара. 217. Шара Жиенқұлова қай жылы Мәскеуде өткізілген Қазақстанның мәдениеті мен өнерінің 10 күндігін мәдени шарасына қатысып, ұлттық би өнерімен танылды? 1936 жылы. 218. Ғарышты игерудің негізін салушы ғалым? Циолковский. 219. Ғылыми фантастикалық романдар жазған орыс жазушысы кім? Беляев. 220. Сырбай Мәуленовтың өлеңдерін табыңыз. Барлаушы бала, құлыншақ, бала жолбарыс, қорқақ тоқпақ.
221. Тұқым себілмей, бір жылға бос қалдырылатын жыртылған жер қалай аталады? Тыңайған жер. 222. Топырақ дегеніміз не? Жердің үстіңгі құнарлы қабаты. 223. Жердің қатты қабығы қалай аталады? Литосфера. 224. Жердің су қабығын табыңыз. Ол мұхит мен теңіз, өзен мен көл суларынан тұрады. Гидросфера. 225. Өсімдіктер, құстар, аңдар, бунақденелілер, су қойма жануарлары, сондай-ақ адамзат тіршілік ететін жер қабығы қалай аталады? Биосфера. 226. Шудың қалыпты деңгейі қанша децибел болып табылады? 30. 227. Терең оймен, шебер тілмен айтылатын халық шығармасы қалай аталады? Шешендік сөз. 228. Аты жаманның арманы кетер, баласы жаманның дәрмені кетер. Шешендік сөзінің авторы кім? Қазыбек би. 229. Өрнек, өнеге кітаптарының авторы кім? Ерботин. 231. Жамбыл облысы, Шу өңірінде туылған би, Төле. 232. Әл-Фарабидің туылған жері, Отырар. 233. Не қымбат, не қиын деп айтқан би кім? Қазыбек. 233. Қай бидің кесенесі Ташкенттен 75 шақырым жердегі Қауыншы және Шыназ ауылдарының маңында орналасқан? Әйтеке. 234. Қамшының сабын неден жасалады? Тобылға. 235. Қай жылы өзен кен орны өзінің бірінші мұнайын берді? 1965. 236. Өрмекші неше сатыдан тұрады? 3. 237. Алыптар әңгімесінің кейіпкерлері: адам, электр, химия. 238. Күләш Байсейітова ең алғаш қандай рөлде ойнаған? Айман Шолпан, Айман рөлі. 239. Ғибрат сөзінің мағынасы: үлгі, өнеге. 240. Борадияна шайқасындағы пулеметші кім? Тоқтаров. 241. Алтын сөз өлеңінің авторы кім? Айтов. 242. Гүлдің гүлдейтін жері қайда орналасқан? Күлтемеде. 243. Қызыл дағы бар планета? Марс. 244. Сойдақ тісті полиарлық жануар? Морж. 245. Қызметі мен сұраулары ортақ болып, өзара салаласа байланысқан екі не одан да көп мүшелердің атауы? Сөйлемнің бірыңғай мүшелері. 246. 24 жасында КСРО халық әртісі атанған, атаңызға айналған халық әншісі кім? Күләш. 247. Тоқтар Әубәкіровтің әке орнын жоқтатпай, құйттайынан бағып қаққан жездесінің аты кім? Нығымет. 248. 215 жылғы зерттеуге сүйенсек, адам миының 1 секундтағы белсенділігін қайталау үшін ең қуатты компьютерде қанша минут қажет болған? 40. 249. Сөз түбірін жазылу заңдылықтары нені зерттейді? Морфология. 250. Оқығанның өз сөзімен жазу, көру. 251. Ең мықты сүйек, жақсүйек. 252. Ең төзімді бұлшықет, жүрек. 253. Өсімдіктің жасыл мүшелерінде глюкозаның түзілуі мен оттектің бөлінуі үдерісі не деп аталады? Фотосинтез. 254. Үріп ауызға салғандай тіркесінің мағынасы қандай? Сұлу, әдемі. 255. Ұзақ сапарға шыққан жолаушы ненің сабағын тұмардай сақтап жүрген? Жусан. 256. Дала жусанының иісі жолаушыға нені есіне салатын болған? Туған жерін. 257. Көбелек гүлдің шіренесімен қоректенсе, гүл көбелектің көмегімен тозаңданады. Осындай қарым-қатынастарды не деп атаймыз? Симбиоз. 258. Саңырауқұлақтардың көбейіп таралуына кім көмектеседі? Тоқылдақ. 259. Сөз байлығын тексеретін ғылым қалай аталады? Лексикология. 260. Дыбысталуы әртүрлі мағыналары бірдей сөздер қатарын табыңыз. Айту, жеткізу, сөйлеу. 261. Көгілдір ғаламшарды табыңыз. Уран. 262. Жер тобы ғаламшарларын табыңыз. Шолпан, Меркурий, Жер, Марс. 263. Сақиналы ғаламшар. Сатурн. 265. Түсті ажырататын жануар. Мысық. 266. Шатасты да маталды, шықпастай боп шырмалды. Қай мысалдан алынған үзінді? Өрмекші мен шыбын. 267. Дауысты дыбыстан басталып, дауыссыз дыбысқа аяқталатын буын түрі. Тұйық. 268. Омыртқасыз жануарларға қайсы жатады? Ұлу. 269. Екінші ұстаз. Әл-Фараби. 270. Адамның денесінде ең қуыста орналасқан бұлшықет. Бүйрек. 271. 4 сағаттың 12-ден 1 бөлігі тең болады қаншаға? 20. 272. Көбейткіштердің орнын ауыстырғаннан көбейтіндінің мәні өзгермейді. Жауап: ауыстырылымдық заңы. 273.
2 кластың 348 бірліктері бар сан. 512, 634, 82, 58. 274, 239 бен 119-дың айырмасын 3 есе арттырылуы 360. 275, 20 метрдің 5-тен 1 бөлігі 4 метр. 276, зәр шығару мүшелеріне не жатады? Бүйрек, несепқағар, қуық. 277, көзі нашар көретін адамдар қандай қаріптермен жазылған кітаптарды саусағының ұшымен сипап отырып оқиды? Брайль. 278, жүйке жүйесі ауруларын емдейтін дәрігер маман, невролог. 279, адам айналадағы заттар мен құбылыстарды не арқылы қабылдайды? Сезім мүшелері. 280, бүйрек арқылы тәулігіне шамамен қанша литр қан сүзіліп тазарады? 1500. 281, Шал мен теңіз шығармасының авторы Эрнест Хемингуэй. 282, Талғат Мұсабаев ғарышта қанша күн болған? 341. 283, Байқоңыр ғарыш айлағы қай жылдан бері жұмыс істейді? 1957 жыл. 284, күш әсерінен кейін пішіні өз қалпына келетін денелерді қандай денелер деп атаймыз? Серпінді. 285, үйкелістің қанша түрі бар? 3. 286, қандай үйкелістің әсері өте әлсіз болып табылады? Домалау. 287, қандай үйкелістің әсері өте күшті? Тыныштық. 288, балықтардың, қосмекенділер мен басқа да жануарлардың жұмыртқасы қалай аталады? Уылдырық. 289, суды көп мөлшерде қажет ететін өсімдіктер, ылғал сүйгіш өсімдіктер. 290, Міржақып Дулатовтың байлық әңгімесінде негізгі ойды беретін нақыл сөзді табыңыз. Денсаулық, зор байлық. 291, суда да, құрлықта да тіршілік етуге бейімделген жануарлар, қосмекенділер. 292, су қоймаларда мекендейтін жануарлар тобы желбезегімен тыныс алады, жүзбе қанаттары мен құйрығының көмегімен қозғалады. Балықтар. 293, денесі 3 бунақтан, бас, кеуде және құрсақтан тұратын жануарлар, бунақ денелілер. 294, қандай денелер жарықты көбірек өткізеді? Мөлдір. 295, температура өлшеуге арналған құралдарды ата? Термометр. 296, сөйлем мүшелері құрамына қарай қаншаға бөлінеді? 2. 297, Қызыл кітап Қазақстанда алғаш рет қай жылы басылып шықты? 1978. 298, ғылыми зерттеу жүргізу әрі сирек кездесетін өсімдіктер мен бірлестіктерді сақтап қалу үшін не құрылды? Ботаникалық бақтар. 299, ең жарық орман қандай орман? Қарағай орман. 300, қарағай орманы қандай топырақта өседі? Құмды. 301, кішкентай алаңқайдың өзінде өсімдіктер қалай өседі? Топтасып. 302, өмірден ерте қайтқан би, Әйтеке би. 303, шашақты өсімдік дегеніміз қандай? Ылғал сүйгіш өсімдік тамырлары. 304, асқорыту мүшелеріне не жатады? Ауыз, жұтқыншақ, өңеш, қарын, ащы-ішек, тоғышек. 305, Ресейден қолдау сұраған кім? Әбілқайыр. 306, Әміренің алғаш орындаған әні? Балқадиша. 307, кометаның элементтері? Ядро, каму, құйрық. 308, төртінші ғаламшар табыңыз? Марс. 309, Парижде ән салған кім? Әміре. 310, тұңғыш геолог кім? Қаныш Сәтпаев. 311, төменгі сатыдағы өсімдіктер? Балдыр. 312, ыстық әрі құрғақ аймақта өсімдік бойындағы ылғал не істейді? Буланады. 313, ауа не арқылы көмейге түседі? Жұтқыншақ. 314, астың ағза арқылы саяхаты қанша сағатқа дейін созылуы мүмкін? 18. 315, құрамында нәруыз, май, көмірсулар сияқты құнарлы заттары бар тамақты тиісті мөлшерде қабылдау қалай аталады? Дұрыс тамақтану. 316, көмірсулардың қандай түрлері болады? Қарапайым, күрделі. 317, барлық тірі ағзаның негізгі қорегі не? Нәруыздар. 318, әркімнің өзіне ғана тән ерекшелік қалай аталады? Терең тыныс алу. 319, тыныс алуға қабырғаның бұлшық еттерімен не көмектеседі? Көгет. 320, шалғындықты суалып көлдің түбі ластанса, ол жер не істейді? Батпақтанады. 321, ұзақ уақыт жаңбыр жаумай күн ысып кетсе не басталады? Құрғақшылық. 322, орман жануарларының көбі неге өрмелей алады? Ағаштарға. 323, су жануарларының денесі қандай болып келеді? Сүйірленіп. 324, сүйек пен бұлшық етті біріктіріп ұстап тұратын тірек? Омыртқа. 325, қандай шөптесін өсімдік тұқымдары сүтқоректі жануарлардың тұяқтарына жабысу арқылы таралады? Жол желкен. 326, Қазақстандағы ең үлкен көл? Балқаш. 327,
Ауа құрамында басқаларға қарағанда не көп? Азот. 328. Қандай қаланың орнынан суқұбыр табылған? Ежелгі сарайшық. 329. Бізді қоршаған барлық нысан не деп аталады? Дене. 330. Өз қорегін өзі өндіретін тірі ағза қалай аталады? Өсімдік. 331. Өсімдікте не деп аталатын бояғыш зат болады? Пигмент. 332. Фотосинтез үдерісі кезінде өсімдік қандай газды сіңіреді? Көмірқышқыл. 333. Көлеңке сүйгіш өсімдіктерге қайсысы жатады? Саумалдық, қырыққұлақ. 334. Жарық сүйгіш өсімдіктер қатарын табыңыз. Қызғалдақ, қазжуа, жебіршөп, шатыраш. 335. Көкшетеу поэмасының авторы кім? Сәкен Сейфуллин. 336. Бақ-бақ, жаңғырық кітаптарының авторы кім? Смақов. 337. Жер бетінде шығып жатқан жер асты сулары қалай аталады? Ыстық бұлақ. 338. Біздің елімізде қаншадан аса ыстық бұлақ көздері бар? 100-ден. 339. Қандай өңірлерде қарағай ормандары бар? Қостанай, Ақмола. 340. Суда тіршілік ететін денесі қабыршықпен қапталған жануарлар? Балықтар. 341. Әл-Фараби қай қалада білім алды? Бағдат. 342. Дауыссыздан басталып дауыссызға аяқталатын буын қалай аталады? Бітеу. 343. Ең кіші бұлшықет қай жерде орналасқан? Құлақ ішінде. 344. Қымыздың қанша түрі бар? 6. 345. Жаман дос көлеңке. Басыңды күн шалса қашып құтыла алмайсың. Басыңды бұлт салса іздеп таба алмайсың. Абайдың нешінші қара сөзінен алынған? 37. 346. Саңырауқұлақтың көбейіп таралуына не көмектеседі? Тоқылдақ. 347. Қандай өсімдіктердің тамыры болмаса да жоғары сатыдағы өсімдікке жатады? Мүк. 348. Күләш Байсейітова қай жылы Айман Шолпан музыкалық комедиясында Айманның рөлін ойнады? 1933. 349. Қайталанбас үніне тәнті болған халық қазақтың бұлбұлы деп кімді атады? Күләш. 350. Күләш неше жасында КСРО-ның халық әртісі атағын алды? 24. 351. Орталық Қазақстандағы жезқазған мыс кенінің қорын ашқан геолог ғалым кім? Қаныш Сәтбаев. 352. Бір нәрсе туралы пікірімізді яки қиялымыздағы яки көңілімізде күйін сөз арқылы жақсылап айта алсақ, сол сөз өнері болады. Авторы Ахмет Байтұрсынов. Шешендіктен не пайда? Артында сөзі қалмаса. Батырлықтан не пайда? Халқына қайран қылмаса. Төле би. 354. Екі адам керіссе, оның арты қызыл шоқ. Әйтеке би. 355. Адал болсаң досың жақын, еркелететін немерең жақын. Қазыбек би. 356. Немістің ұлы композиторы әрі дирижері Людвиг ван Бетховен. 357. Композитор әрі дирижер Бақытжан Байқадамов. 358. Қазақтың халық композиторы. 300 әннің авторы. Жауап Шәмші Қалдаяқов. 359. Салып едім пілді, болып шықты зілді. Салып едім атты, атым тұрып қашты. Қай өлеңнен үзінді? Сурет салу өнері. 360. 16 жасында биші қыз атанған кім? Шара Жиенқұлова. 361. 1936 жылы Алматы облысы Алакөл ауданы Талдыбұлақ ауылында туған Қастек Баянбай. 362. Атқа міну үшін және шаруашылықта пайдалану үшін қолданылатын құрал түрлері. Ат әбзелдері. 363 сұрақ. 82 жас өмір сүрген австриялық жазушы Алан Маршал. 364. Елдестің ойыны, асық ойыны. 365. Өмірде шынайы болған атақты тұлғалар мен оқиғалар жайында көзбен көріп, куәгер болған адамдардың баяндап беруі. Естелік. 366. Құрманғазы мәтініндегі адай руынан енді аты шыға бастаған өнерлі қыз Ақмаңдай. 367. Алтыны бар, күмісі бар барлығы. 48 медал алған Қажымұқан. 368. Міржақыптың алғаш сауатын ашқан ұстазы Мұқан Тоқтыбаев. 369. Сілкініп зеңбіректер жердің жүзін, оқпарап, борап снарядтар қаққанда ызың. Қаптаған қалың жаудан тайсалмаған мен көрдім пилоткалы қазақ қызын. Кім туралы айтылған? Мәншүк. 370. Баланың айласы әңгімесінің авторы Ыбырай Алтынсарин. 371. Күн шыққанда өлеңінің авторы Ильяс Жансүгіров. 372. Мына кірпінің тыңдап тұрғанын қарашы, әуен ырғағын сезеді өзі, қай әңгімеден үзінді? Есеннің кірпісі Сапарғали Бегалин. 373. Жүсіпбек Аймауытовтың туған жері Павлодар облысы Баянауыл ауданы, қазіргі Жүсіпбек Аймауытов ауылы.
374. Жүсіпбек Аймауытов қай жасында қисса дастан жаттап өлең шығара бастады? 13-14 жас. 375. Алмастың ағашы еңбегінің авторы Мархабат Байғұт. 376. Мархабат Байғұттың туған жері Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданы Пістелі ауылында. Видео пайдалы болса, каналға жазылып, лайк баса кетіңіз. Сұрақтар WhatsApp желісінен алынған. Назарларыңызға рахмет. Баршаңызға сәттілік тілеймін.